Сәлем достар, сіздермен бүгін мастер сымбат, біз сіздермен штрудели дайындайтын боламыз. Алдымен етімізді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Етімізді қуырып жатқан бойда пиязымызды да турап аламыз. Етімізді араластырамыз. Жақсылап туырап, қазір тамағымыздың бетіне салатын боламыз қайнап. Осылай қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп жайғастырып шығамыз. Қамырымыз шамамен 15-20 минуттың көлемінде пісіп шығады. Мінекей, енді тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Рахмет.